Hello everyone guys, сіздермен бірге Active English Academy. Бүгін біздің кезекті сабағымыз, және бұл сабағымызда біз болашаққа саяхат жасаймыз, Future Simple'да өтетін боламыз бүгін, иә. Біз өте қатты жақсы көреміз болашақ туралы айтқанды. Енді соны біз ағылшынша болашақ шақты қалай айтатынымызды осы сабақта үйренетін боламыз. Әрине де ең бірінші сұрақ бұл не деген шақ? Future Simple дегеніміз ол болашақта болатын іс-қимылдар, болашақта болатын белгілі бір жайттар туралы айтылады. Яғни бізде will көмекші етістігімен жүреді. Яғни бұл іс-қимыл әлі орындалмаған, бірақ болашақта оны орындалу белгілі бір реті бар. Яғни мысалға I will study tomorrow. Мысалы сіздер ертеңге өзіңізге план қойып қойыңыз, осы ертеңгі күні сабақ оқимын деген. Бұл сіздің болашаққа деген белгілі бір план құруыңыз, болашақ действиені ойлауыңыз. Сондықтан бізде Future Simple болашақ туралы шақ екенін біліп жатырмыз. Енді достар, формуласына көңіл аударатын болсақ, бізде бәрі open-ай, яғни ең бірінші болымда бізде деген бастауыш, содан кейін will көмекшісі және де етістік болады. Мысалы, I will go to school. Мен мектепке барамын. Ал дәл сондай негативный сторонасында бізде жай not деген қосылады. Ол бізде қысқартылғанда will be not won't болады. Сол кезде бізде, яғни бастауыш won't және етісті. She won't watch TV. Ол телевизор көрмейді. Сұраулы сөйлемде бізде дәл солай бәрі open-ай. Бізде will көмекшісі қайтадан көмекке келеді, бірақ ол ең бірінші қатарға шығады. Яғни will бастауыш, содан кейін етістік. Одан кейін бізде әрине сұрақ белгісі. Мысалы, will you help me? Сен маған көмектесесің бе? Осы үш формуланы қолдану арқылы біз болашақ шағын өте оңай қолдана алатын боламыз. Студенттер, келесі сіздерді Future Simple-дағы таймарлікерлермен таныстырғым келеді. Ең бірінші, ең танымалы tomorrow ертең. I will see my friend tomorrow. Яғни мен өзімнің досымды ертең көремін. Soon later жақын арада дегенді білдіреді. The bus will arrive soon. Яғни автобус жақын арада келеді. Келесі next week year, яғни келесі апта, келесі жылы. She will start her new job next week. Ол өзінің жұмысын келесі аптада бастайды. In 2 days, 2 күннен кейін, немесе 2 күн аралығында, we will finish the report in 2 days. Яғни біз бұл нені есепті 2 күннің ішінде аяқтаймыз дегенді білдіреді екен. Келесі сізге Future Simple'да қолдану айларын атап өткім келеді. Мысалға, кеңірек байланысу. I will call you later. Болашақ саяхат. We will travel next summer. Болымсыз әрекет ретінде, he won't eat pizza. Болашақ туралы сұрақ. Will they come tomorrow? Олар ертең келемі? Яғни біз болашақ арқылы өзіміздің белгілі бір пландарымызды жүзеге асыра алады екенбіз. Осымен бізде Future Simple сабағы бітті. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын.